Қымбатты менің ұрпақтарым, мені ақын деп, халықтың алдында, менің артымда ұрпақтарым бар екенде қатты қуаныштымын. Мені жариялап жатқандарыңа мың алғыс. Менің бұл ақын болуымда үлкен мағына жатыр. Менің балалық шағым өте қызықты өтті. Өйткені менің әкем менен әкемнің ағасында ақындық болған. Әкем айтыскер ақын болған. Әкемнің өзінің туған інісі суырып салмақын болып айтыс болған. Енді содан келген жұғынды нәрселер шығар деп ойлаймын. Мен бала кезімде балалардың бәрі той болғанда өлең айтыр болады, той өтеді, қыз ұзатады. Сол кезде алтыбақан болады, ақсүйек ойнайды. Мен оларға бармайтым. Өйткені сөз жерде айтыс болады. Өлеңге кішкентай кезімде құштар болдым. Ана қазақ үйдің босағасына барып шықпай отырып қалам, балалар ойнап жүреді. Сонда сөз жерде айтысып жатқан ақындардың өлеңін тыңдап, тіпті кейбір жерлерін жаттап алатұғымын. Осыған әкемде өзі қатты қуанушы еді. Енді мен балалық шағымның өзі кедей тұрмысымыз нашар семейден басталды. Бірақ әкеміз ешқашан кедейлікке мойымаған, жұмыскер, сондай адам болды. Бертінге дейін өзіме сегінге дейін әкем айтысып жүрді. Сонда мен осы балалық шағымда кішкентай көзімді тырнап ашып, әліппені танығаннан бастап әкемнің қуанғаны соншалық өзінің араласып жүрген адамдарына маған кітап таси бастады. Мен ең алғаш көзімді Байзақовтың кітабымен аштым. Соның дастаны Құралай сұлу дастанымен бастадым. 3-ші класс оқып жүргенде әкем сол кітапты әкеп берді. Содан бастап сол дастанның ішіндегі өлеңдеріне дейін қоймай оқып шықтым. Әлгі дастанды қайта-қайта оққаным сондай, ауылдың барлығы сауатсыз. Соғын басына шақырғанда маған кітабыңды алып келсін, Күншайым кітап оқысын дейді. Барамдағы әлгі жаттанды оққаны суылдатып оқи берем. Әлгі кісілер алғыс айтып батасын береді. Содан бастап мені кітапқа деген құмарлығым ашылып кетті. Содан әкем байқұс қалаға барса болды, біз шет ауылда тұрамыз, кітап тасиды. Әлгі кітапты алып келеді, мен күндіз түні ұйықтамай отырып оқуға бармын. Менің байқауымша сол кітап мені ақындыққа жетеледі. Сол дастандардың, мен қазір өлеңді де өзім пайымдап отырсам, ұйқастарды сол кездегі өзімнің алғаш жүрегімді ашқан кітаптардың ұйқасымен жазатын сияқтымын өлеңді де. Осыдан бастап мен енді қарапайым балалармен ойнап жүрсем, қарапайым сөздердің бәрін өлең қып, өзім жақын боп қара сөзді өлең қып айтатығым. Бұған елдің бәрі біліп күлуші еді. Құмарлығым соншалық жоғары классқа келгенде бізге жоғарғы роман оқуға болмайды деген шектеулер келді. Белбетикадағы апайға барып жалынып ешкімге айтпаймын деп романдарды ұрдап әкеп оқимын. Ең басында прошора кітаптардан бастадым, кішкентай ертегілерден бастадым. Содан кітапты оқымасам мен отыра алмаймын. Сабағымды сол үшін ерте дайындап аламдағы, одан кейін барлық күнімді мен кітап оқуға арнаймын. Сондағы менің айнала келгенде, қорта келгенде айтатыным, қайткен күнде де кітап оқымаған кісінің сауаты ашылмайды, санасы ашылмайды. Қазір мына телевизордан түрлі жаңалықтарды беріп жатады, көрсетіп жатады. Бірақ ол білім боп қонбайды ол. Алдамшы, көз бояу, уақытша көзіңді тартып, санаңды аудару. Егерде қандай адам жазушы болғысы келсе, қандай адам ақын болғысы келсе, өзінің бойында қасиетін біле отырып, сол ана кітап оқу керек. Ал мен бүткіл романдар, кітаптардан енді шамам жеткен жоқ, қартайғанға дейін оқыдым, күреңге дейін кітап қолымнан түскен жоқ. Сондықтан мен осы жүре келе осындай ақындық, өз шамамда ақын болмасам да, айту жақсы өлеңдер, ұйқастарын тауып жазып ұрпақтарға өзім білгенді өсиеттеп кетуге тырысып жатырмын. Енді менің барлық өлеңдерім көбінесе өзім мұғалім болғаннан кейін тәрбие жұмысына арналып жатыр. Енді мен 1966 жылы оқуға түстім. Семейде Көрпіске атындағы физика-математика курсына. Содан оны бітірдім. Одан Көктөрек мектебінде мұғалім болып істедім де, сол бір жерден пенсияға шықтым. Шүкір, енді содан бері қарай халқым мені тойларында болсын, аудандық жарыстарға ақын ретінде апарып, бірнеше өлеңдерден жүлдегер болдым. Енді әнге шыққан өлеңдерім де бар, оны өздеріне жіберіп отырмын. Туған жер туралы, туған өлке, сонан кейін
аталы бабалардан аманат деген өлеңдерге ән шығарылып, ол жүлделі болды. Оны естіп те жатқан шығарсыңдар мінекей. Енді мен сырқатыма байланысты мына жығылып мерт болып қалдым да, сендердің мына шақырған кештеріңе жете алмай, енді өздеріңе жүрегімнен жарып шыққан туған жер деген балалық жағымды елестетіп отырып жазған өлеңімді сендерге оқып беремін. Туған жер. Жүрегімнің бөлшегі туған жерім, сені ұмыту мүмкін бе, думан делім, сағыныштың гүлдерін тербетеді, күн шығыстан дамылсыз соққан желің. Сен ойласам, күй тербеп көкірегімді, сезім қылы шертеді әлденені, кең пейілмен үлестіріп бәрін берсе, саған деген құштарлыққа не жетеді. Жалаң аяқ жүгіріп, нәріңді алғам, ойнап жүріп керегімнің бәрін алғам, мөлдір суың қаныма араласып, ыстық қан қуат беріп жалындаған. Сен аңсатқан туған жер құндылығың, сені ұмытсам санасы жындылығым, тебіреніп туған жер сен ойласам, төкпе күйдей төгілемін жүрек сырын. Жүрегімнің бөлшегі туған жерім, бабам көзі алыптау асқар белім, толғап нөсерлеп жыр төгемін, қуат кетіп сөнгенше ақтық демім. Ал енді балалар, сендерге ананы құрметтеу, ата-ананы құрметтеу деген біздің мұсылмандық үлкен парызымыз. Сондықтан жаннаттың кілті ананың табанында деген. Егер жаннаттан үміт болатын болса, мұсылман болсаң, ата-анаңды құрметте. Мынау енді анаға деген өлеңімді оқып берейін сендерге. Құбылса да әр заман құбылмайтын бар анаң, кетпесе дүние айналып, айналмайтын нәр анаң. Мінезіңе шаршамай, күлкіңнен сенің нәр алған, жұмғанша көзін сүйетін жалғыз біреу жан анаң. Иманың болса жүректе сәл ғана кіші Алладан, танитын болсаң Алланы, қарсы келмей сен оған. Жаннаттан үміт қылсаңыз, апаратын жол анаң, анаңа көрсет құрметті, қорқатын болсаң Алладан. Жаратса да Тәңірім, туылдың бірақ анадан, жалғанға беріп жүректі, теріс айналма анаңнан. Адасып жүрсең ашықта, шығарма мұны санаңнан. Ұқтың ба балам, менің осы сөзімді. Енді менің қорта келгенде айтатын әңгімем көп. Енді оны менің кітабымнан танысып, оқып та жатқан шығарсыңдар. Алла бұйырса, енді осы сендерге деп арнаған өлең жинақтарым тағы да шыққалы жатыр. Мен осы биылғы жылы үлкен қажылыққа барып келдім. Онан бұрын кіші қажылыққа барғам. Үлкен қажылыққа барып келдім, мұсылманның үлкен бір парызы. Енді сендерге өсиет қылып айтатыным, жүрегіңде иманың болса, мұсылман екенің рас болса, өзіңнің мұсылман екендігіңді дәлелдейтін дәлелдерің сендердің 5 парызды орындау. Қымбатты балалар, сендер егерде осы қазақ халқын сүйетінің рас болса, еліңді сүйетінің рас болса, туған жеріңді сүйетінің рас болса, кітап оқыңдар. Кітап оқымай сендерге ешқашан өзіңнің қазақ екеніңді таба алмайсың. Өйткені біздің тарихымыз кітапта жазылған. Небір ғұлама, ақын, жазушы ағаларың бар. Қаншама тер төгіп, солар неменеге бейнеттеніп жазды, ғұмырын берді. Өйткені артқы ұрпақтарыма керек, ұрпақтарым тәрбиеленсін, оқысын, осыны есіне сақтасын деп беріп кетіп жатыр. Сендерге осы соңғы сөзімді айтатыным, жатпай тұрмай кітап оқыңдар. Мен тіпті қазірдің өзінде кітап оқымай отыра алмаймын. Елің үшін, халқың үшін, отаның үшін өмір сүр. Мен сендерге айтатыным сол. Ал ол үшін өмір сүретін болсаң, біліміңді көтер. Білімді көтеретін жол кітап оқу. Бұл кітап оқымай ешқашанда сендер өз тарихыңды біле алмайсың. Сендерден осыны талап етем балалар. Алла тағала сендердің бастарыңа амандық берсін, дендеріңе саулық берсін, арман ниеттеріңе, аңсаған армандарыңа жетеміз десеңдер, ешқашан осы білім жолында шаршамаңдар. Шаршамаған адам өз мақсатына жете алады. Қандай қиындық басыңа кеп тұрса да, сен осы шаршамау арқылы өз мақсатың арманыңа жете аласың. Алла тағала сендерге ұзақ өмір, жүректеріңе терең ой,
сүйіспеншілік берсін. Қайырымды мейірімділікті берсін.